Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 11-ші сынып 1-ші жаттығуды орындаймыз. Жаратылыстану математика бағыты бойынша. Есеп шығарайық. Материалдық нүкте дельтаты 1 минут уақыт аралығында n 120 тербеліс жасады. Оның тербеліс периодын, жиілігін және циклдік жиілігін анықтауымыз керек. Бірінші тербеліс периодын анықтаймыз. Т ол бізде тең болады Т бөлінген n-ге. Т белгілі 1 минут ол бізде 60 секундқа тең болады. 60 секунд бөлеміз n 120-ға. Сонда тең болады 0,5 секунд. Енді екінші біз жиілікті табамыз. Жиілігіміз ол бізде 1 бөлінген Т-ға тең. Т жаңа 0,5 шықты, соны орнына қоямыз. 0,5 секунд ол тең болады 2 секундтың минус 1 дәрежесі. Енді омега 0, яғни циклдік жиілікті табамыз. Циклдік жиіліктің формуласы ол тең болады 2 пай бөлінген Т-ға. Енді 2 пай бұл бізде 3,14, 2 көбейту 3,14 бөлінген 0,15. 0,15 тең болады 12, осыны есептеген кезінде 12,56 радиан бөлінген секунд. Жауаптар шықты. Есеп шығараймыз. Материалдық нүкте тербеліс теңдеуі берілген. Тербелістің амплитудасын, жиілігін және периодын табу керекпіз. Жалпы формуланы жазамыз. Бірінші x тең болады xm косинус омега 0 плюс фи 0. Осы формула біздегі негізгі формула. Енді біздегі берілген формула мынау. Енді қараймыз, сәйкестендіреміз. xm бізде мына жердегі xm ол бізде 5 тұр, оның орнында. Сондықтан бізде xm-міз 5-ке тең деген сөз. 5 сантиметрге тең деген сөз. Енді бізде т-ны табамыз. Т-ның формуласы ол болады 2 пай бөлінген омега 0. Омега 0-ның мынаның орнында бізде пай тұр. Сонда бізде 2 пай бөлінген 2 пи бөлінген пи. Пилар қысқарып кетеді, тең болады 2 секундқа. Бұл бізде жиілігі. Енді бұл бізде периоды. Енді жиілігін табамыз. Жиілік ол тең болады 1 бөлінген Т-ға. Ол 1 бөлінген 2 тең 0,15 секунд минус 1 немесе керіске тең. 0,15 керіске. Төртінші есепті шығарамыз. Бізде тербеліс амплитудасы берілген, жиілігі берілген, бастапқы фазасы 0-ге тең. Тербеліс теңдеуін жазуымыз керек. Бірінші тербеліс теңдеуді былай жалпы теңдеуін жазып алайық. xm бұл бізде косинус омега 0 плюс фи 0. Осыған тең болады. Енді біз мына жерде бізге белгісіз ол омега 0. Осыны табуымыз керек. Бірінші теңдеуді жазу үшін. Ол бізде 2 пи Т-ға тең. Немесе 2 пи фиға тең. Бізде өйткені жиілік берілген ғой, сол үшін осыны жазамыз. Сонда 2 пи көбейтілген 0,15. 2 көбейткен кезінде пидің өзі қалады. Сосын енді біз мына формулаға қоямыз мәндерді. Ол тең болады, мына жерде 7, амплитуданың орнына мына 7-ні қоямыз. Косинус, омеганың орнына пайды қоямыз. Сонда пай ти қосылған фи бізде 0. Және ол бізде 7 косинус пай тиға тең болады сантиметр. Енді бұл жерде біз график сызыңдар деп айтқан. Біз бірінші кесте толтырып алсақ болады. Кесте бойынша Т-ға мән беру арқылы x-ті жазып отырамыз. Бірінші 0 береке. 0 болған кезінде мына формула қоямыз. 0 болған кезінде бізде 7-ге тең болады.
мына жерге 0-ды қоятын болсақ, тының орнына мынау 0 болып кетеді, косинус 0 бізде 1-ге тең, сондықтан мынау 7-ге тең болады. Одан кейін 1-ді қойсақ, ол минус 7-ге тең болады. Одан кейін 2-ні қойсақ, ол бізде 7-ге тең болады. Мына жерде 2-ні қойған кезінде 2π болады. 2π 360 градус, ол 1-ге тең, сонда ол жерде тоже 7 болады. Так, 3-ті қойған кезінде тоже минус 7-ге тең болады. Енді осының жай графигін сызсаңдар болады. Былай сызайық. Так, былай мына жерде емес. Бізде былай келтірейік. Дәптерге әдемілеп сызастырып өздеріңіз. Мына жерде бізде 7 деп алайық. 1, 2, 3. Бірінші мынау жерде т белгіленеді. Мына жерде бізде x. Мына жақта минус 7. Енді қараймыз, мына жерден былай түседі деген сөз. Осындай тербелмелі график сызылады. 5-ші есепті шығарамыз. Мына жерде тербеліс фазасы берілген. Пи бөлінген 3 болғанда 1 сантиметр ығысу болады. Егер де 3π бөлінген 4 болса, ығысу қандай болады дейді. Тербеліс амплитудасын табу керек. Яғни бірінші xm-ді табу керек. Енді бірінші формуланы жазып қояйық. X тең болады xm косинус омега 0-ті плюс фи нолевойға. Енді қараймыз. Тербеліс фазасы ол мына бөлік бізде. Бұл тербеліс фазасы деп аталынады. Фазасы. Сонда бізде омега 0-ті плюс фи 0-ге тең. Бұл фи 0 тең болады пи бөлінген 3-ге. Яғни бірінші жағдайында. 3-ге тең болады. Енді бұл кезде бізде x1 1 сантиметр. Енді осы формуланы осыны қолданып, біз мына жерге қояйық. Мына формуланың орнына қояйық мынаны. Сонда болады бізде xm косинус пи бөлінген 3 тең 1-ге. Яғни біз мына тербеліс фазасының орнына пи бөлінген 3-ті қойдық. Сонда xm-ді табамыз. xm тең болады. Так, 1 бөлінген 0,5 косинус 60 градус қой мына жерде. Ол бізде 0,5. Сонда 1 бөлінген 0,5. Ол бізде болады 2-ге тең. Сонда бізде x амплитуда, яғни тербеліс амплитудасы 2-ге тең деген сөз. 2 сантиметрге. Енді осыны біз мына формулаға алып келсек болады. Қайдан мына жерге қойып, x2-ні тапсақ болады. Бірінші былай жазып қояйық. x2-ның формуласы ол бізде тең болады xm косинус 3π бөлінген 4-ге. Енді x2 тең болады xm-ның орнына 2-ні қоямыз. Көбейтілген косинус пи бөлінген 4 дегеніміз, 3π бөлінген 4 дегеніміз, ол 135 градус. Косинус 135 градуста косинусын тауып, мына жерге қоямыз. Так, косинус 135. Осыны есептеген кезінде бізде жауабы минус 1,4 сантиметр шығады. 6-шы есеп шығарайық. Косинус заңы бойынша жүретін гармоникалық тербелістің бастапқы фазасы минус пиға тең, амплитудасы 6 см, циклдік жиілігі 3 пиға тең. Нүктенің бастапқы уақыт мезетіндегі тепе-теңдік қалпынан ығысуы қандай, яғни x-ті табуымыз керек. Т бізде 0-ге тең, өйткені бастапқы уақыт мезетінде деп айтып тұр. Бастапқы кезде, яғни 0-ге тең деп аламыз. Бірінші формуланы жазып қояйық. X тең косинус заңы бойынша жүретін деген, яғни сонда xm косинус омега 0-ті плюс фи нолевой дейміз. Енді осыған мына жерде бізге берілген мәндерді қойып шығамыз. Солай x-ті табамыз. xm дегеніміз бізде 6 см-ге тең, косинус омега 0 2 пи, т бізде 0-ге тең, көбейтілген 0 қосылған, фи бізде минус пиға тең. Минус пиға тең. Сонда x тең болады 6 косинус минус пи. Минус пи бізде минус 1-ге тең болады. Сонда 6 косинус минус пи дегеніміз минус 1-ге тең. Сонда минус 6 сантиметрге тең деген сөз. 7-ші есеп шығарамыз. Дененің амплитудасы 0,1 метр, жиілігі 2 герц, бастапқы фазасы пи бөлінген 6 және толық энергиясы 7,7 көбейту миллиджоуль. Оның массасы қандай? Мына жерде біз миллиджоуль минус 3 деп алып жазып аламыз. Және массасын табуымыз керек. Бірінші энергияның формуласын жазайық. Толық энергияның формуласы ол бізде масса көбейтілген xm квадрат омега 0 квадрат бөлеміз 2-ге. Осы жерден біз массаны тауып аламыз. Массасы тең болады 2 энергия бөлінген xm квадрат омега 0 квадрат. Енді мына формуланы қолданып массаны табуымыз керек. Бірақ бізде мына жерде омега жоқ. Соның формуласын біз жазып, соны табуымыз керек. Ол бізде 2π ньюға тең.
2 пи мю дегеніміз бізде мю бізде 2-ге тең, сонда 2 пи көбейту 2 тең болады 4 мюға, пайға, пиға. Енді мынаны орнына қоямыз, масса тең болады 2 көбейту 7,7 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі бөлеміз. Мына жерде x бізде m ол 0,1, сонда ол 0,01 деген сөз. Немесе былай жазып қояйық. 10-ның минус 2 дәрежесі деп жазсақ болады. 10-ның минус 2 дәрежесі деп жазсақ болады. Бірден квадрат. Мю бізде 4 көбейту пайдың квадраты. Мына жерде енді ықшамдайтын болсақ, мына пидің орнына жазып кете салайын. Пидің орнына 3,14 аламыз. Соны қойып квадраттап калькуляторға салып есептесеңіздер болады. Ол 0,0097 килограмм шығады жауабы.